Бұл оқиға 10 немесе 11 жыл бұрын болған еді. Ол кезде мен 15-16 жаста болдым. Ескерту: біздің елде алкогольдік сусын ішу үшін жасың 18 болу қажет. Ал сен кішкентай болсаң, ата-ананың рұқсатымен немесе даладағы жасы үлкен кісілерден сұрау қажет. Біз таптық. Бізге алкоголь сатып әперетін кісіні таптық. Мен одан бірнеше бутилка ішуімізге, ал бірнеше достарымызға. Олар бірнеше минуттан соң келеді. Сағат кешкі 6 болған соң, көшенің ортасында сусынды күдіктірмейтін бутилкаға құю қауіпті болды. Сол үшін біз әдеттегідей жасадық. Макдональдстың ішіне кіріп, дәретханасын қолдану үшін кірдік. Бұл ең қауіпсіз жол болды. Себебі толып тұрған адамдардың ішінде 3 жасөспірімді ешкім байқамас. Итак, біз Макдональдсқа кірдік және бірден дәретханаға кеттік. Біз бұны миллион рет жасадық және әдеттегідей құйып жаттық. Мен бір кезде төбеде бір дыбыстар естідім. Бұны мен желдеткіш деп ойладым. Шығып бара жатқан кезде күлген дыбыстар және Қыздар, қайда бара жатсыңдар? мен төбеге қарап қалған кезде бір еркек тұрды. Жасы 30-дарда болды. Ол төбедегі плитканы жылжытып, бізді қарап тұрды. Біз шокта болдық. Және ол бізден атымызды, қайда баратынымызды, қайда тұратынымызды сұрады. Мен 16 жасар жасөспірім болып, оған ұятсыз, мына жақтан кет дедім. Біз тек қана сусынды қоймадық, біз косяктар істеп қойдық. Еркек бізге әлі қарап тұрды және бізге сұрақ қойып бастады. Жастарың нешеде? Қайда тұрасыңдар? Месіндерін сусындарын ішсем бола ма? Сосын ол плитканы жылжытып бастады. Біз шокта тұрдық, не істерімізді білмедік. Сосын біз қашып кеттік. Біз шықтық, не істеу керек екенін шештік. Мен кіріп біреуге ескерту керек екенін шештім. Өйткені бұл адам көп ресторан болғандықтан дәретханаға таңнан кешке дейін әйелдер мен балалар кіретіндіктен әлгі нақұрыс оларға зиян тигізгенін қаламадым. Мен кафенің жұмыскерлеріне ескерттім. Олар таң қалмады. Жай ғана ашуланып дәретханаға кірді. Бұларды полиция ұстағанына сенімді емеспін, себебі ол туралы жаңалықтарды естімедім. Мүмкін ол еркек әлі бостандықта жүрген шығар.